Ал кеттік пирожки жасайық. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, тұз, қант, жылы сүт құямыз да, жылы суды құйып, жақсылап ерігенше араластырып қоямыз. Дрожжымызды кішкене көтеріп аламыз. Ұнымызға салып, қамырымызды ашытатын боламыз. Қамырымыз мынандай жұмсақ болу керек. Картопты асып алып, үстіне май және де сүт қосып, тұз қосып, жақсылап езіп аламыз. Қамырымыз ашып шықты, керемет болып, бұны бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіз көлеміне қарай пирожкидің осылай бөлестерді 10-15 минут демалдырғаннан кейін ақырын алып, осылай ортасына салмасын саламыз да, жақсылап біріктіреміз да, қызып тұрған майымызға екі жағын аударып, асықпай пісіріп алатын боламыз. Ортасы толықтай пісіп, қамыры жұмсақ мамықтай болып шығады. Міне қараңыздар, жасаған кезде бірден шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, және де оңай, тез. Ұнаватса менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті қарапайым рецептермен бөлісіп тұратын боламын. Және де өте қызық видеолар алда.